Сәлем, бұл видеода производственный машинканың заправкасын жасап үйренеміз. Біріншіден андай катушка болады, үлкен жіптер производственный машинкаларға арналған. Осындай үлкен катушканы мынау штативтан өткіземіз. Содан кейін мынау жіп бағыттырғыш темірден өткіземіз. Содан кейін осындай нити-натяжительден өткіземіз. Бірінші осы жерден өткіземіз, содан кейін нити-натяжительден өткізіп, барып астыңғы жіпті өткіземіз осы жерден. Содан кейін мына жерден өткіземіз. Нити-натяжитель екінші. Осылай ортасынан өткіземіз, жіпті тартамыз өстіп. Мынау пружинадан өткіземіз. Содан кейін осы штативтен өткіземіз. Содан кейін мына жерде осындай направитель бар. Осыдан өткіземіз. Осындай олардан өткіземіз осыны. Содан кейін осындай мына жерден өткіземіз осыны. Ана астынан өткіземіз де ине жіпті инені мына жағынан емес, оң жағынан емес, сол жағынан өткіземіз. Осылай. Содан кейін осындай шпулькамен астыңғы машинканың заправителі болады специально. Мына жерден осындай прорезь. Осы жерден өткіземіз. Мына жерге заправка астыңғы жақтан болады. Бұл производственный машинканың заправкасы. Бытовойдікі басқаша. Мынау шпульканы ішіне салғаннан кейін үстіңгі жібі ғана шығып тұр. Астыңғы жібін шығару үшін мына жерде функция болады, осы мынандай кнопканы басып кіргізу үшін. Бұл машинкада осы жерде тұрады функцияда осындай стрелка үстіге көтеріп тұрады, астыға көтеріп тұрады. Түсіп тұрады. Осыны басқан кезде мынау ине астыға түседі. Басқан кезде үстіге көтереді. Сонда жіпті алып шығады осы жерден. Мына астыңғы жіпті алып шығады. Істігуге дайын машинка. Қуатқан түсіреміз.